Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 1-ші сыныптың 1-ші сабағын өтеміз. Заттарды санау. Біздің каналға тіркеліп, лайк, подписка кнопкасын басып қойыңдар. Бүгін біз 10-ға дейін санауды үйренеміз, және 1-ші тапсырма суреттегі заттарды сана, неше сөзін пайдаланып сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Мысалға, суретте неше тәрілке бар? 6 тәрілке бар, Суретте неше сыйлық бар? 5 сыйлық бар. Суретте неше бала отыр? 6 бала отыр, Өте дұрыс, осылайынан сұрақтар құрастырасыңдар. Және де суретте неше шар бар? Суретте неше тәтті бәліш бар? Яғни тәтті бәліш дегеніміз торт деген сөз, Яғни осылайынан құрастырсаңдар болады. Ары қарай келесі екінші есеп нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет. Сандарды тура және кері ретпен ата дейді. Бұл жерде бір нүкте көрсетіп тұр, яғни бір саусақ, Ал екі нүктеміз 2 саусақ, 3 нүктеміз 3 саусақ болады, 4 нүктеміз 4 саусақ деп көрсетіп тұр, Дәл солай 5 нүктеміз 5, 6 нүктеміз, яғни 6 деп, яғни бұл жердегі нүктелерді ретімен саналған көрсетіліп тұр, Яғни 1 болса 1 нүкте болады, 2 болса 2 нүкте болады деген сияқты, Цифр санды жазуға арналған таңба санауды немесе өлшеудің нәтижесі. 3-ші тапсырма бір затты жасыр, ол реті бойынша нешінші тұрғанын досыңа айт. Мысалға, А нұсқасында тауық нешінші тұр? 4-ші орында тұр. Келесі, машина нешінші орында тұр? 3-ші орында тұр, Ал А нұсқасында доп нешінші орында тұр? 1-ші орында тұр. Ал ит нешінші орында тұр? 4-ші орында тұр. Яғни дәл осылай суреттегі заттарды жасыруларыңа болады, Ары қарай келесі 4-ші тапсырма. Заттарды сана. Бірінші бұл бізде бір ғана зат тұр, Бұл жерге негізі кітапта 2 деп жазып қойған астына, бірақ бұл 1, дұрысы 1. Келесі суретте, мысалы 5 деп жазып қойған, дұрыс емес, 5 емес, 4 зат тұр, Келесі бізде 3 зат тұр карточкада, Бірақ бізге 1 деп көрсеткен, бұл дұрыс емес, 3 бұл дұрыс. Келесі суретте 4 санын қойған, бірақ бұл дұрыс емес, бұл жерде 5 зат тұр. Келесі суретте 3 саны көрсетіп тұр, бұл да дұрыс емес, негізі 2 ғана, яғни ойыншық тұр, картада. Яғни дұрысы 1, 4, 3, 5, 2, яғни қатар-қатар санағанда ойыншықтарды осылай саналады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.